Біздің келесі фермаға көшуіміз. Наурыз Барфилдан кетіп бара жатырмыз басқа фермаға. Келесі жылы қайта келеміз. Кетіп бара жатырмыз Барфилдан. Бірінші қараған мен оға. Кенчек болды? Бізде көбіреді да бұл тұрсын дейді ғой. Келіп тұр. Ром тур кет. Ром тур. So come and have a look. All right. Come and see your bedrooms. Осылай біз Барфилдан екінші фермаға ауысып көшіп келдік. Қазір бізге барлығын түсіндіріп жатыр. Өте әдемі жаңа караванға келіп түстік. Ішінде барлық заты бар, удобный, жұмыстың жанында. Өте жақсы ферма екен. Кірсек біз осындай двухспальный семейный комната берді. Осы комнатаны алдық. Ішінде осындай подматрасник бар екен. Өте үлкен, удобный, әдемі комната. И басқа комнаталар осында 2 адамдық және тағы бір адамдық комната бар. Осындай жеке туалеті бар. И ваннасы бар. Барлығы өте удобный караван екен. Бұл жерде біз 5 адам болып тұрамыз. 2 семейный и тағы да бір қыз болып. Өте әдемі, жарық караван екен. Осылай шкафтары да өте көп, креслосы, диваны, айналары, жарығы бар, төбесінде вентиляторы бар. Барлық осындай бізге посудаларды әкеліп қойған, новыдан барлығы. Микроволновка бар, бүкіл посуда, вилка, қасық, бокал, барлық заты бар. Мына жерде қазан наборлар бар. Бүкіл затымызды, даже гладильный доскаға дейін бар. Бүкіл затымызды ойлап, адамдардың жағдайын жасап қойған. Осылы заттардың барлығы біз келген кезде караванда болды. Бізге бұл ферма қатты ұнады. Жұмысы да, адамдарға отношениесі да, караван ішіндегі условиясы да өте күшті. Даже переходникке шейін алып қойған. Солай, кейбір көп фирмаларда барлығы платный болады. Даже кір жуу платный, жұмысқа барып келетін машиналары платный, газ, свет, су барлығы платный болады. Ал бұл фирмада ондай ештеңе жоқ. Біздің алдыңғы Барфил фирмасында да ондай төлейтін ештеңе жоқ еді. Фирмалар егер төлейтін ештеңесі жоқ болса, бұл вот сол жағы негізі өте үлкен плюс. Осындай кең, үлкен, әдемі, жарық караванға орналастық. Шкафтар өте көп екен. Мына жерде аяқ киім салатын шкафтар бар. И бізге новый холодильник берді. Холодильниктің даже распаковкасын өзім істедік қой. Өте қатты бізге ұнады. Осылай жігіттер чемодандарды түсіріп, дальше орналаса бастадық. 5 адамның заттары. Келер кезде бір чемоданмен келеміз негізінде. Көшер кезде осылай көбейіп кетеді. Дальше біз осылай контрактіге қол қойып, сразу бізді жұмысқа шығарып жіберді. Кейбір фермаларда 2-3 күн күтіп, жатқызып қояды. Бізге бұл жағы өте ұнады, сразу бізді жұмысқа шығарғандығы. Осындай гүлдердің фермасына келдік. Каршоқтағы гүлдердің түрлері өте көп, и әдемі гүлдер. Осылай күштілеп жұмысымызды істеп жүрміз. Даже лимон, мандарин, гейфрут, барлығы зат өсетін жақта. Мәз біз ғой. Осы фермаға келгенімізге, фермамыздың бізге ұнағанына. Барлығыңызға бұйырсын достар, осындай күшті фермада жұмыс істеп, Англияға келу. Бұл жақта біз брейкта отырамыз. Бізге күніне 3 рет брейк береді. Таңғы брейк 15 минут, обедкі брейк 30 минут, и обедтен кейінгі брейк 10 минут. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер достар. Рахмет.